Құрметті оқушым, бұл мәтін есеп берілгені мынадай. Әкесі 3 ұлына мұраға 2 үйді қалдырып, оны тең бөліп алуды тапсырады. 2 үйді үлкен ұлы мен ортаншы ұлы алып, ең кіші ұлына олардың әр қайсысы 500 динардан ақша береді. Үйдің бағасы неше динар тұрады? Өте мұқият әрі қызық есеп. Үлкен ұлы, мына жерге ортаншы ұлы болсын, мына жерге кіші ұлы деп жазайық. Біз білеміз, мына 2 үйді ортаншы мен үлкен ұлы алады. Яғни мына жерге жазайық, 1 үй үлкен ұлы алады, және 1 үй ортаншы ұлы алады. Бірақ біз білеміз, мына үлкен ұл мен ортаншы ұлдың әр қайсысы кіші ұлға 500 динардан береді. Сондықтан үлкен ұлы 1 үйді алады, бірақ 500 динар береді. Кімге береді? Кіші ұлына береді. 500 деп жазып қойық. Дәл солай ортаншы ұлы да 1 үй алады, бірақ 500 азайтамыз. Өйткені 500 динарды ол кіші ұлына берді. Сонда кіші ұлында барлығы 1000 динар болады. Енді олар әкесінің тапсырмасы бойынша тең бөліп алу керек. Демек, не істейді? Мына 1 үй азайту 500, мына үлкен ұл мен ортаншы ұлдікі тең, әрі ол тең мына кіші ұлындағы ақшаға тең болу керек. Құны жағынан. Сонда 1 үй азайту 500, мына екеуінің біреуін ала салдым, мысалы айталық, ортаншы ұлдікін алсақ, бәрібір. Ол тең болу керек кіші ұлындағы ақшаға. Кіші ұлы не алды? 1000 динар алды. Сондықтан оны 1000-ға теңестіреміз. Сонда қараймыз, 1 үйдің бағасынан 500 азайтсақ 1000 шығып тұр. Сонда үйдің бағасы қанша екен? 1000-ға 500-ді қосамыз, 1500 динар екен. Жауабы А болады.